Саламатсыздар ма достар? Бүгін Яндекс немесе Opera, Google, басқа браузер болсын, Safari болсын, расширение дегенмен танысамыз. Ол не ол расширение, нелер бар деген сияқты. Жалпы Google Chrome, Arbitrium деген браузерде мына осы жерде болады, және расширение деген жерде сонымен танысып кетейік. Қандай расширениялар бар екен? Міне еще расширение дейді. Танысамыз. Сонымен расширение деген мысалы мына жанында тұратын мысалы переводчик, басқа бір заттар, сол программалар, яғни программалар дегенде расширение деп аталады. Ол офис онлайн отыруға болады. Мынау Light Shoot деген мысалы скриншот түсіреді. Өзіме мысалы мен білетіндерім негізінде былай талғап әрқайсысын оқып, қайсысы керек емес деп. Осылай, мысалы, қараңыздар. Сонымен расширенияларға тоқталып кетейік, қайсысы қандай жұмыс жасайды. Мысалы, офис онлайн деген сіз Word'да онлайн отыра аласыз. Үстіне басасыз, установить етесіз, болды. Келесі мен білетіндердің ішінде экономик трафик жасауға, интернеттерді қысқартады, мегабайттарды аз жейтін, қазіргі заманда онда керек емес деп ойлай. Келесі бізге Google Button дейді, ол не екен білмеймін. Social Blade деген ютуберлер білетін бар, қараңыздар. Қанша подписчик бар, қанша көру саны. Ютубта көп отыратындарға статистикасы керектерге осы керек болады. Келесі қарап кетейік. Көп расширениялар бар, көбісі керек. Puzzle Creator деген не екен, қызық, eBay дейді, интернет дүкен. Бұл Google'дың ресми расширениялары. Негізінде сіз осы жерде поисктер жазуға болады. Қандай расширение керек екен, негізінде атақты переводчик деген бар. Переводчик Google. Және басқа сайттарда өзінің расширенияларын береді. Сонда ескертіп кетейін. Басқа сайттар бұл жерде болмау мүмкін сіздің іздегеніңіз, ал керісінше сол сайтта өзінің расширениесі болады. Мысалы, VK Opera деген бар. Оны сіздер білесіздер. VK Opera деген. Яғни ол ВКонтактеде осындай бір ерекше функциялары бар. Бұл енді көрдіңіздер ма, қандай өзінің расширениесі шықты. Мынан қараңыздар, жанына міне переводчик көмегі тиді. Тағы міне осы жерде. Астым, осы жерге басам, болды. Мына жерде қай тілге ауыстыратын көрсетілген. Ойлаймын, көмегім тиді деп біліп жүремге жазыламыз. Достар, плейлистте кіріп, сіздер компьютер туралы көре аласыздар. Компьютер туралы, компьютер туралы көп білгіңіз келсе, компьютер туралы видеоларды көре аласыздар, экранда көріп отырсыздар. Танымал сұрақтарға жауаптар, кейін тараған сұрақтарға жауаптар. Сондықтан негізі комментарияда көп сұрақтар қойылады компьютер туралы, бірақ ол сұрақтарға жауаптар міндетті түрде сіз таба аласыздар. Себебі барлық сұрақтарға жауап таба аласыздар. Егер болмаса, өзіңіз мысалы 78 видеоның ішінде өзіңіз сұрағыңызға жауап таппасаңыз, пікірге жазып кетіңіздер. Біліп жүремге жазыламыз, және лайк басамыз, және осы жерге подписацияны бассаңыз біліп жүремге жазыласыздар.